Сәлеметсіздер ме, менің қадірлі көрерменім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Міне каникул басталып, балаларымыз жан-жаққа қыдырып, бірі анда кетіп, бірі мында кетіп, үшіншісі үйде қалып дегендей немерелер жан-жаққа қыдырып кетті. Мен бірақ үйдегі қалған балаларға арнап осындай бір досымнан үйренген тамағым бар еді. Штрудли деп аталатын. Соны жасап көрсетейін деп отырмын сіздерге. Оны жасау қиын емес, өте оңай. Міне көрсетейін сіздерге. Дайын болған түрі міне мынандай болады. Осылай ортаға қойса да болады, жеке-жеке порциялап салса да болады. Жегенде тойымды, подливасы или немесе тұздығы тауық етімен жасалғандықтан өте жеңіл болады. Міне сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналымда басқа да түрлі рецепттер бар. Описаниеден кейін барлығы толық рецепт жазылған. Ұнаса лайк басып пікір қалдырып отырыңыздар. Сіздер жаздың күні қандай тамақ дайындайсыздар? Не тамақты сүйіп ішесіздер? Менің орындауымда қандай тамақты көргілеріңіз келеді тағы да? Маған да ой салып отырыңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Біз ендеше қамыр илеуден бастаймыз. Су, тұз, ашытқы және ұнды араластырып, қазір ашыған қамыр илейтін боламыз. Ол үшін бізге кеңірек ыдыс қажет. Ортамызды ашып аламыз да. Жылы суымызды құямыз. 250 грамм. Тұз 1 шай қасық. Ашытқы 1 шай қасық. 1 шай қасық қант. Дрожжымыз жақсы көтерілу үшін. Араластырып жібереміз. Не дрожжымыз көтеріліп қалды. Енді ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Жартылай салып аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бір 40-50 минутқа жыл жерге бетін жауып қоямыз. Штрудлимізге тұздық подлива дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет міне тауықтың еті. Мен осындай бүтін бір тауықты алайын деп отырмын. Осыны қазір бөліктерге бөліп, табада пісіретін боламыз. Және мынандай жасыл тәтті бұрыш, жасыл ащы бұрыш, қызыл бұрыш, осындай 3-4 кішігірім пияз, мынандай бір 2-3 помидор болса болатын еді. Бірақ менде бір помидор қалған екен, осы бір помидорды қосам. Енді ол дәмі онша келмейтіндей болып жатса, 1 қасық томат пастасын қосып жіберем. Және мына менде осындай 4-5 түйір чеснок бар екен. Осы чеснокты қосатын боламыз. Және одан да басқа дәмдеуіштеріміз бар. Оны пісіру барысында көрсететін боламын. Мына тауықты бөлуден бастаймыз. Міне бұл тауық өзі жік-жігімен көрініп тұрады. Тауықты бөлу деген ол өте оңай тірлік. Міне осылай белінен бөлінеді. Оп-оңай. Бұл сан еттерінде 2-ге бөлеміз. Жерін бүтін қалдыра береміз осылай. Төсекті де осындай бөліктерге бөліп алдық. Енді турап алған тауығымызды кішкене шамалы маринадқа жібереміз. Тұзды жеке-жеке сеуіп шығамыз бұлай, шамалап. Мынандай тауыққа арналған осындай бір пакет дәмдеуішті қосып жібереміз, шамалап. Бәрін салмаймыз. Жартысы кетті.
5-10 минут жата тұрсын. Осылай маринадта. Қызып тұрған табаға бір 100 граммдай майымызды құйып аламыз. Майымыз қыздау дегенде маринадта тұрған тауықтарымызды біртіндеп салып қуырып аламыз. Енді көтеріліп дайын тұрған қамырымызды аламыз да, дастарханымызды кішкене майлап жіберіп, соған түсіреміз. Жақсылап бір илеп жібереміз да, кішкене ұзынша етіп қолмен жайып аламыз шамалы. Сосын бір шетке қоя тұрамыз. Бақа қамырымыз тұрғанда бір бума пиязды жақсылап майдалап турап қоямыз. Табамызға 2-3 қасық, 3-4 қасық май құйып, туралған ақ пиязымызды қуырып аламыз. Шамал қуырып болғаннан кейін турап қойған көк пиязды салып, жақсылап бір жарты шай қасық тұз, шамал қарабұрыш сеуіп, араластырып дайындап қоямыз. Бұл біздің қамырдың арасына салатын салмамыз. Енді қолымызды тағы да майлап жібереміз да, жаңағы жайылып тұрған қамырымызды алып, шамал жайыңқыра жібереміз де, екіге бөлеміз. Екіге бөліп, ол қамырымызды жеке-жеке тағы да жұқартыңқырап жайып, сопақтау етіп жайып аламыз. Оқтаумен болса, оқтаумен кішірек, болмаса қолымызбен осылай біркелкі етіп, сопақша тік төртбұрыш етіп жайып аламыз. Және оған жаңағы дайындаған салмамызды екіге бөліп, тең екіге бөлеміз де, осыны жартысын бірінші қамырымызға саламыз. Жақсылап жайып, түгел біркелкі салып алғаннан кейін қамырымызды әдемілеп ораймыз. Кәдімгі орама орағандай, бірақ бостау ғып ораймыз. Себебі қамырымыз ашыған қамыр, ол кішкене көтеріліп үлгеру керек, жан жағына көтерілу керек. Осылай орап алғасын шетін жақсылап жабыстырып қоямыз, қамырдың шетін ажырап кетпесін деп. Дайын қамырымызды осылай кішкене аунатып жібереміз де, табамыздың үстіне бетіне саламыз. Картошка, тауық салған. Енді екінші қамырымызды тура солай жайып аламыз да, қалған салмамызды салып, біркелкі етіп жайып, оны да тура солай орама етіп орап аламыз. Шетін әдеттегідей осылай жақсылап қысып жабыстырып шығамыз. Осы жабыстырған жерін астына келтіруге тырысамыз, көтеріп табаға салғанда. Міне осылай видеода көргендей, және бұны да осылай әдемілеп ыңғайлетіп дайындап аламыз да, табамыздың екінші бетіне салып, бетін жауып, 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне 25-30 минутта қамырда, астыңғы салмасы да, тұздығы да пісті. Әдемілеп, ептеп түсіріп аламыз осындай кепсерлердің көмегімен.
екіншісінде әдемілеп түсіріп аламыз. Міне, әдем болып пісті. Екі орамамызда. Міне, мынау тұздығымыз. Енді бұл ораманы жақсылап пышақпен кішірек бөліктерге бөліп кесіп дайындаймыз. Үлкен ет табағымыздың бетіне алдымен тұздығымызды, тауықтың етін, картошкасын бәрін жақсылап салып аламыз. Бетіне түбінде қалған соусынан құямыз, және айналдыра жаңағы дайын болған орамамызды кесіп қойған сәндеп саламыз. Ас дайын болды міне. Осылай жасап тұрыңыздар. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астыңғы жағында табақтың сұйығы осыны осылай бетіне қойып осылай жеуге болады. Міне дәмді. Мен азғана дәмін көріп көрсетейін деп отырмын сіздерге. Қамырын көрейік алдымен, арасы қалай болды екен. Арасы дана-дана болып, міне көріңіздер, қандай күшті шыққан. Бұлай көрсетейін. Картошкасы да жұп-жұмсақ. Қамырының арасына салған ақ пиязымыз, көк пиязымыз бәрі күшті болып үйлесіп тұр. Қалауларыңыз бойынша қаймақ, майонез, немесе лазжан сияқты сондай соустарды жасап батырып жесеңіздер де болады. Өзінің сөліне былай батырып жесеңіздер де болады. Сіздер де дайындап көріңіздер, ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар маған. Мен риза болып қаламын. Қандай керемет күшті. Жесең жегің келе береді.